Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Бүгін мен жасайтыным қыздардың басына кішкентай веноктар. Мына үлкен гүлімізді біз кішкентай гүл қылып мынандай кесіп аламыз. Кішкентай қылып ұстаймыз. Гато үлкен. Бұл сакура деген Қытайдың гүлдерін алып, соны басын бүйтіп кесіп алып тастаймыз. Өйткені бізде веногымыз кішкентай ғана гүлдерден жасалған керек. Өстіп кішкентай қылып кесіп аламыз каждыйын. Одан кейін арқасын кесіп алып тастаймыз, өйткені қатты шығып тұрса болмайды. Одан кейін мынандай моншақтар керек. Кішкентайы бар, үлкені бар, 1 сантиметр, 5 миллиметр сондай. Ол үшін бізге мынандай проволока керек. Бізде мына проволокамыз 1 метр, 1 метрге чуть-чуть жетпейді, 95 сантиметр. Соны алып, соған мына бусыларды кіргіземіз. Бусыны кіргізіп, бұлай айландырамыз. Сосын оған мына жаңағы гүлдерімізді тағамыз. Ең басы басталған кезде ортасынан кіреді. Ортасынан кіргізіп аламыз. Не осылай тұр. Оны мына клей пываға кішкене болсын арқасын үстіп мынандай мақтамен клей жағып аламыз. Сәл ғана клей жағасыздар. Клей жаққаннан кейін соған бүйтіп айландырасыздар. Өзі әдемі болып кетіп отырады. Енді екіншісін осыған тағы жалғаймыз. Мынаны енді арқасынан қыстырамыз. Өйткені енді бұған кішкентай бусы тағып жібереміз. Тычинканың орнына осы бусылар болады. Өйткені тычинкамыз уже дайын тұр, сарғыш болып. Оны да әдемілеп кесіп тастаймыз. Үстіп ортасына келеді. Жерде осындай ара қашықтық болады. Мынаны аласыздар да, бүйтіп бұрап тастайсыздар. Тағы да клейді жағып, мына мақтамызбен орап тастаймыз түбін. Одан кейін түбі оралғаннан кейін ары қарай міне бұтақ болып қалды ғой. Ары қарай тағы кетеміз. Осылай. Моншағымызды өткіземіз. Тағы да қайтадан жаңағы тычинка тығылатын жерінен қайта шығып кетеміз. Жерін тағы да клей жағамыз. Тағы да гүлімізді алып, арқасын кесіп тастаймыз. Бізде осылай шықты. Енді осындай или болмаса турасынан жасалған ободокқа ораймыз.
Біз көріңіз қалай болып шығатынын. Міне жаңа жасаған виногым дайын. Өстіп өздеріңіз жасап алсаңыздар болады. Бүйтіп қойсаңыздар әдемі болып шыға келеді. Ал құрметті көрермендер, осы менің виног жасайтын видеом бітті. Қош сау болыңыздар, келесі видеомда қалып қалмаңыздар.